Қазіргі уақытта Түркия елінде қазақстандық студенттардың саны 3000-ға жуық. Әр жыл сайын Түркия еліне 500-ге жуық студенттар оқуға түседі. Бірақ өкінішке орай 500 студенттердің ішінде оның 60%-ы ауданып келеді. Студенттердің легі жыл сайын оқуға түседі, бірақ та олар грантқа түстім деген үмітпен Турцияға келгеннен кейін де алданып қалғандарына көздері жетеді. Өкінішке орай сол студенттер Қазақстанға қайтқан кезде шындықты айтпайды. Түркияда грантпен оқудың тек қана бір жолы бар. Білім стейшн құрылған себептердің бірі бұл студенттердің аудануына жол бермеу. Ал сіз грантқа түсетініңізге сенімдісіз бе?